Барлығы сізге байланысты. Бүгін сіз арманыңыздағы адам сияқты өмір сүріп бастай аласыз. Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Аяжан. Мұнда мен өзіңді дамыту, өзіңді өсіру туралы әртүрлі техникалар мен пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Сізге осындай контент қызықты болатын болса, жазылып қойыңыздар, дос болайық. Сіз өзіңіздің келешек версияңыз, арманыңыздағы версияңыз, сондай бір алыстағы адам сияқты солай елестететін болсаңыз, және сол уақытты күтіп жүрсеңіз, міне мен сол мақсатыма жетемін, міне мен сол өміріме жеткеннен кейін барып, мен бақытты боламын. Содан кейін барып, мен өзімді жақсы көретін боламын. Содан кейін менде бәрі жақсы болады деп, сол өмірді күтіп жүрсеңіз, сіз қате істеп жүрсіз. Сіз қазірден бастап, бүгіннен бастап сол адамның өмірін, сол адамның сезімдерін сезіне алу керексіз. Сіз қазірден бастап бүгінгі өміріңізді максимально жақсы көру керексіз, және одан бақыт сезімін алу керексіз. Бүкіл пайдаларын алып қалу керексіз осы қазіргі бүгінгі күніңізден бастап. Бұл нәрсе дегеніміз, сіз бақытты болу үшін ол арманыңыздағы бір жетістіктер, белгілі бір сіздің жекеменшік заттарыңыз, ол материалды нәрселер емес, ол сіздің ішкі жан дүниеңіз, ішкі сезімдеріңіз, соған кету керек фокус. Яғни сіз сол арманыңыздағы версияңыз сияқты бүгіннен бастап солай өмір сүре аласыз. Сол ішкі жан сезімдеріңізді, ішкі жан дүниеңізді сол адам сияқты сезініп бастасаңыз. Мынадай бір әдемі нәрсе естідім мен жақында, қызымның мектебіне барған кезде бір мұғалім презентация берген кезде мынадай нәрсемен бөлісті. Яғни үйрену процесі, белгілі бір мақсат қойғаннан кейін соған жету процесі, ол өте қызықты болу керек дейді. Мысалы, сіз жаңа бір рецептпен пирог пісіріп жатырсыз, иә? Сіз ол пирогты пісіретін кезде рецептке қарап, оны араластырып, оның бәрін салып, соны жасап жатқан кезде сізге қызықты ғой ол процесс. Сізге ұнайды ол процесс. Және ең соңында ол пирогыңыз духовкада жанып кетуі мүмкін, өртеніп күйіп кетуі мүмкін деген сияқты. Бірақ мұнда фокус результатта емес, фокус процесте болу керек. Яғни сіз процестен кайф алу керексіз, процестен удовольствие алу керексіз деген сияқты. Фокус результатта ғана болмайды. Яғни результат еш нәрсе айтпайды сіз туралы. Сіз процесте қандайсыз сезімдер алдыңыз деген сияқты. Сол сияқты сіз қазірден бастап өміріңізді, осы процесті жақсы көру керексіз. Содан удовольствие алу керексіз. Результатқа жетесіз. Иншаллах, осы әрекеттеріңізді жасап бастап жүрген кезде сіз сол результатқа жетесіз. Бірақ сіз ол күнді күтіп жүрмеу керексіз. Мен сол кезде бақытты боламын, мен сол кезде менде бәрі жақсы болады деп. Бүгіннен бастап сол сезімдерді сезініп бастаңыз. Бүгіннен бастап бақытты болып бастаңыз деген сияқты. Сіз өзіңіздің келешек версияңызда, өзіңіздің жақсы көретін арманыңыздағы версияңызды елестеткен кезде, мысалы, ара-қатынастарда, романтикалық қарым-қатынастарда, жұмыста, басқа адамдармен қарым-қатынастарда сіз өзіңізді қалай көресіз? Яғни, сіз қандайсыз? Басқа адамдармен қарым-қатынастарда сіз қандайсыз? Соған фокус жіберу керексіз да? Яғни сіз қандай сезімдер сезінесіз? Сіз қандай сөздер айтасыз? Сіздің жаңағындай неңіз қандай, вайбыңыз қандай? Сіз қандай ойлар ойлайсыз деген сияқты. Өзіңіз қандайсыз сол адамның жанында? Сол адамдармен қарым-қатынаста өзіңіз қандайсыз? Соған фокус жіберу керексіз. Және мысалы, сіз егер романтикалық партнеріңіз сізді жақсы көретін, қолдайтын, сізге сыйлықтар сыйлайтын, сондай қолында аялап ұстайтын адам ретінде күтсеңіз арманыңызда, онда сіз соған сай болу керексіз. Сіз оның жанында, ондай партнерінің жанында болу үшін сіз қандай адам болу керексіз дегендей өзіңізге сұрақтар қою керексіз. Мысалы, мен өз-өзімді жақсы көруім керек, мен оған ашық болуым керек, мен де оны сыйлай білуім керек деген сияқты, мен ол туралы жақсы ойлауым керек деген сияқты, мен навстречу жүруім керек деген сияқты, мен артқа тартпауым керек, мен сенуім керек біздің ара-қатынасымызға деген сияқты әртүрлі өзіңіз сол адамның жанында қандай боласыз, сол адамның жанында болатындай сай болу үшін өзіңіздің состояниеңізға, сезімдеріңізге фокус жіберу керексіз. Ол сіздің арманыңыздағы версия, бір ешқашан сіз ешқашан басыңыздан өтіп көрмеген, сондай бір ешқашан сезінбеген сияқты болып жүресіз ғой. Бірақ арманыңыздағы версияңызды сіз сезінесіз кейбір кездерде. Сіз білесіз ол қандай сезім екенін. Өміріңізде белгілі бір моменттер болады, бір жетістікке жетесіз, немесе бір бақытты сезініп тұрасыз ғой өзіңізді қатты. Сондай кездерде сіз сол арманыңыздағы версияңыз сияқты сезінесіз.
сондай вайбта боласыз сіз. Ондай моменттер болды сіздің өміріңізде. Просто артқа ой жүгіртіп, өткенге ой жүгіртсеңіз, сіз білесіз ол адам қалай сезінетінін. Сіз уже ол программаңызда бар, уже миыңызда, денеңізде ол программаға құйылған уже ол сезімдер. Ол жаңа, таныс емес нәрселер емес, сіз бәрін білесіз. Сол нәрсені сіз елестетіп бастау керексіз. Яғни, мен сол армандағы версиям қалай сезінеді өзін, қандай әрекеттер жасайды, қалай сөйлейді деген сияқты, солай анық білу керексіз. Сіздің өзіңіздің бір арманыңыз, мақсатыңыз болған кезде, сізде why болу керек, яғни неліктен мен бұл нәрсені қалаймын, неліктен бұл нәрсеге қол жеткізу маған маңызды деген сұрақ болу керек сізде. Неліктен деген сұрақ болу керек. Яғни find your why дейді. Сонда сізде егер неліктен деген сұраққа жауап бере алатын болсаңыз, неге мен бұл нәрсеге қол жеткізгім келеді деген сұраққа жауап бере алатын болсаңыз, сіз ары қарай қозғала аласыз мақсатыңызға. Егер сіздің жаңағыдай басқа адамдардың жасап жатқан жетістіктерін сіз өзіңіздің арманыңыз деп ойлап, солардан қайталап деген сияқты сөйтіп мақсат қоятын болсаңыз, онда қиын моменттерде болады ғой, енді ол мақсатқа жету жолы ол әрдайым көтеріңкі сондай емес қой, қиын кездер болады, артқа тартатын кездер болады. Вот сондай кездерде, егер сіз сондай өзіңіздің шынайы жүрегіңізбен емес, неліктен деген сұраққа жауап бере алмайтын сондай мақсатыңыз болса, эгоның негізінде құрылған, сіз онда оны тастап кетесіз орта жолда. Сіз аяғына дейін апармайсыз. Себебі ол сіз үшін маңызды емес дегендей. Яғни, сіздің мақсатыңыз сіз үшін маңызды болу керек. Егер ол сіз үшін маңызды болса, сіз барлығын істейсіз соған жету үшін. Ал егер ол сіз үшін маңызды болмаса, сіз онда сылтаулар айтып бастайсыз деген сияқты. Сондықтан өте маңызды өзіңізге мақсат қойған кезде неліктен деген сұраққа жауап бере білу. Және мұнда визуализация өте маңызды. Мен алдыңғы видеода визуализацияның бір керемет техникасын бөлісіп кеттім. Сіздер қарасаңыздар болады, өте таңғаларлық және сіздерге реально көмегін тигізеді. Осы визуализацияның техникасын жасаған кезде сізді ол шабыттандырады және сіз оны күнделікті көріп жүресіз көз алдыңызда және ол сіздің мақсаттарыңызға жетуіңізде әрекеттер жасауға, тұрақты болуға сізге көмектесетін болады. Сіз ол визуализация картасын сіздер Pinterest'та жасай аласыздар коллаж ретінде, немесе қағаздан қиып өзіңіз былай бөлмеңізге іліп қоюға болады дегендей. Мысалы, Pinterest'тағылар олар бөлек андай картинкалармен болса, ChatGPT-да ол жазылған түрде болады және сіз оны аузыңызбен оқисыз, естисіз дегендей. Ол да тағы бір визуализацияның басқа сезім мүшелерін қосу арқылы миыңызға сіңіру деген, сондай миыңызға сондай ақпарат беру, миыңызға сондай жаңа мақсат берумен тең болады. Бұл туралы мен алдыңғы видеоларда көп айттым және егер білгілеріңіз келсе, сол видеоларды осыдан кейін қарап кетсеңіздер болады. Осы жақындағы 3 айда егер өміріңізді өзгертіп бастағыңыз келсе, жақындағы 3 айға андай қатты үлкен мақсаттар емес, кішкене үш бір мақсатты таңдаңыз. Ол сіздің романтикалық қарым-қатынастарыңыз болуы мүмкін. Ол сіздің ішкі жан дүниеңізді емдеу болуы мүмкін. Ол сіздің ақша жинағыңыз келетін шығар деген сияқты, сондай бір белгілі бір 3 мақсатты таңдап алыңыз. Және сол 3 мақсатты осы 3 айға бөліп тастаймыз. Яғни кішкене қандай әрекеттер жасап бастай аламыз дегендей. Сол мақсатыңызға жетуге әрекеттерді қоясыз ғой, жоспарлайсыз ғой. Ол әрекеттер кәдімгідей өзіңіз жасай алатын реальный әрекеттер болу керек. Мысалы, ол кітаптар оқу, күнделік жүргізу, жаттығу жасау деген сияқты сондай әрекеттер. Енді ойлап қараңызшы, сол егер 3 кішкентай мақсатыңызға осы 3 айда жетсеңіз, сіз егер әр 3 сайын осыны әдет ретінде әртүрлі мақсаттарды таңдап, соған қарай әрекеттер жасап бастасаңыз, онда елестетіп көріңізші, 1 жылда сіз уже өміріңіз қалай өзгереді? 1 жылда сіз қандай адам боласыз? Соны елестетіп көріңізші, бұл постоянно осылай тұрақты түрде кішкене әрекеттермен, мен алдыңғы видеода айтып кеткендей, лестница сияқты қадам-қадаммен сіз өзгеріп бастайсыз. Сіз солай көтеріліп, дамып бастайсыз дегендей. Яғни біз үлкен мақсаттарды көрген кезде, ол арманымыздағы өмір андай нереальный нәрсе сияқты көрген кезде, көз қорқақ, қол батыр, біз қорқып қаламыз және бастауға қорқамыз. Ол әрекеттерді, өзгерістерді бастауға қорқамыз, себебі слишком үлкен болып көрінеді бізге. Сондықтан сіз кішкентай әрекеттерді бастай аласыз. Өзіңіз белгілі бір
кішігірім мақсаттарыңызды таңдап, соған қол жеткізуге әрекеттер жасап бастай аласыз. 3 кішкене мақсат қойғаннан кейін соған әрекеттер жасап бастайсыз. 3 түрлі әдеттер болу керек әр қайсысына, әр мақсатқа. Мысалы, mindset әрекет болу керек, mindset, habit. Яғни сіздің ойлауыңыз сол әрекетіңізге, сол мақсатыңызға байланысты ойлауыңыз, сеніміңізді өзгертесіз. Мысалы, ол таңертең аффирмациялар тыңдау деген сияқты, немесе шүкіршілік журналын күнделігін жүргізу, алғыс айту күнделігін жүргізу деген сияқты. Сондай нәрселерді істей аласыз. Және де тағы да 2-1 әдет, ол белгілі бір әрекет жасай алатындай. Мысалы, мен егер өзімнің бір мысалымды айтатын болсам, мен осы жақын айларда мен психология жағын зерттегім келді. Мен бірінші әдетім ол мен өз-өзіме сену, яғни мен до конца апара аламын, менің қолымнан келеді, мен білімдімін деген нәрселерді өзіме айтып жүремін. Және бұл менің майндсетімді өзгерту, және сонымен қоса мен психокибернетика деген сол кітаптарды оқып жүрмін, және өзімнің майндсетіммен жұмыс жасаймын, яғни өзім туралы көзқарастарымды, сенімдерімді өзгертіп, өзімнің қабілеттеріме сенімдірек болып бастап жүрмін. Және де келесі әдетім, мен психологияның кітабын алдым, кітапханадан 2 кітап алдым, және сол кітапты оқимын дедім. Яғни күніне мысалы 20 минуттан сол кітаптарды оқимын. Және де 3-ші менің әдетім, жалпы психология туралы мен курс өтіп жатырмын. Яғни осы уақыттың аралығында мен сол курсты бітіремін деген өзіме сондай мақсат қойдым. Күніне сол курсты 20-30 минут өтемін. Сонда мен осындай 3 әдет қойдым, сол психологияны зерттеу деген мақсатыма жету үшін. Сіз дәл солай сияқты өзіңіздің солай 3 кішкентай мақсаттарыңызға, 3 мақсатыңызға 3 айға қойған осындай 3 әдеттер, қандай әдеттер жасап бастай аламын күнделікті деп солай жоспарлай аласыз. Және өзіңіздің мысалы телефоныңыздағы күнтізбеде немесе әдеттері трекері болады ғой. Әдеттер трекерлары habit tracker деп айтады. Ондайлар көп, тегін версиялар Pinterestқа кірсеңіз, интернетқа терсеңіз, ондайлар тегін версияларын таба аласыз, және сонда сіз әр күнде сол жасаған әдеттеріңізді бояп отырасыз. Яғни мен бүгін осыны істедім деген сияқты. Сол сияқты сіз осылай тұрақты түрде осындай әдеттерді жасаудың арқасында сіз сол мақсаттарыңызға 3 айдан кейін жететін боласыз. Яғни ол мақсатыңызға толықта жетпесеңіз де, сіз сол сферада өзіңізді кішкене дамытатын боласыз, және мақсатыңызға қарай одан сайын жақындай түсесіз, және өзіңізді сол сферада өсіресіз. Барлық адам олай сразу шабыттанып бастап кете алмайды. Әрекеттер жасап, әдеттерін тұрақты жасап жүре алмайды, және басынан бастап аяғына дейін апара алмай қалатын ондай жағдайлар болады. Бірақ ондай жағдайлар болған кезде, егер сізде солай басынан бастап аяғына дейін апара алмай қалып жүрсеңіз, бір нәрсе сізді сол әдеттерді жасауды, әрекеттерді жасаудан сізді бір нәрсе тоқтатып тұрса, өз-өзіңізді бақылау керексіз. Яғни неге мен тоқтап тұрмын, неге мен бұл әрекетті жасағым келмейді, мен бұның артында не тұр деген сондай сұрақ қойыңыз, неге деп. Яғни оның артында сіздің бір негативті өзіңіз туралы сенімдер болуы мүмкін, бір қорқыныштар тұруы мүмкін, немесе бір өзіңіздің өткен травмаларыңыз, сондай нәрселер тұруы мүмкін. Сіз соны анықтап алыңыз. Жақсы ма? Және мұнда сіз істей алатын нәрсе, ондай нәрсе болып сізді тоқтатып тұрған болса, сіз онда өз-өзіңізбен жұмыс жасап бастау керексіз. Яғни өз-өзіңіздің ішкі жан дүниеңізді емдеп бастау керексіз дегендей. Бұл да өз-өзіңізді емдеу, өз-өзіңізді түсіну деген, өз-өзіңізді тану деген, бұл да сіздің өзіңіздің өсуіңізге инвестицияңыз. Бұл да сіздің арманыңыздағы версияңызға жетуге, дамуға, өсуге инвестицияңыз. Сондықтан бұны сізде маңызды екенін түсіну керексіз. Егер сіз соны жасап бастасаңыз, бірінші қадамыңыз өз-өзіңізбен жұмыс жасау, өз-өзіңізді түсіну, өз-өзіңізді емдеу болса, бұл өте үлкен инвестиция. Себебі өзіңіздің сенімдеріңізбен, көзқарастарыңызбен жұмыс істеген кезде, ол тек жаңағы психикалық денсаулығыңыз ғана емес, ол барлық сіздің өмірлік барлық сфераларыңызға әсерін тигізеді. Ол сіздің рухани денсаулығыңыз, ол сіздің физический денсаулығыңызға, ол сіздің романтикалық қарым-қатынастарыңыз, ол сіздің жұмысыңыздағы қарым-қатынастарыңыз, ол сіздің жалақыңыз, ол сіздің финансовый жағыңыз, барлық өміріңіздің барлық сфераларыңызға әсер етеді. Бұл егер сіз осы сенімдеріңізді өзгертіп, өз-өзіңізді емдесеңіз, бұл өте үлкен инвестиция. Шын айтайын сізге.
барлық өзгерістер осыдан басталады ең бірінші рет. Осы жерде мен өз басыма көмектескен сұрақтар мен жаттығулардан құрастырылған терапиялық күнделік жасап шығардым. Сол егер терапиялық күнделік сіздерге қызық болатын болса, өз-өзіңізді танып, өз-өзіңізді түсінгіңіз келсе, және өз-өзіңіздің мақсаттарыңызды қойып бастағыңыз келсе, сіз осы терапиялық күнделікті ала аласыз. Сілтеме осы видеоның астында. Және сіз мақсаттарды тек 3 айға ғана емес, сіз ол 1 айға мақсаттар қоя аласыз. Сіз тіпті әр күнге мақсаттар қоя аласыз. Күнде ұйықтардың алдында сіз өзіңіз жоспар жасай аласыз. Мысалы, ертеңгі күнге мен ертеңгі күнде былай істеймін, мынандай әдеттер жасаймын, мынандай нәрсені бітіремін деген сияқты, мынандай нәрсені бастаймын деген сияқты жоспар құрыңыз. Соны әдетке айналдырыңыз. Яғни сіз миыңызға анық жол көрсетесіз, миыңызға анық мақсаттар көрсетесіз. Мен айтып кеткендей, психокибернетика деген кітапта Максвелл Молтз айтады, біздің миымыз мақсат қойғанды жақсы көреді деп. Яғни сіз егер оған мақсат берсеңіз, ол сол мақсатқа жету үшін барлық мүмкіндіктерді, барлық жақсы нәрселерді тартатын болады. Ол барлық нәрсені пайдаланып қалуға тырысатын болады, сол сіздің мақсатыңызға жету үшін. Сондықтан сіз күнделікті белгілі бір өзіңіздің мақсаттарыңыз, әрекеттеріңіз, анық әрекеттеріңіз, жоспарыңыз болу керек. Сонда сіз андай қатты overthinking, көп нәрсе ойлап сөйтіп жүрмейсіз, шаршап барлығынан, көз қорқақ қол батыр дегенде, мен ана өмірге қалай жетемін, ана мақсатқа мен қалай жетемін деп шаршап жүрмейсіз, оның бәрін ойлап. Сіз белгілі бір әрекеттер жасап жатсыз. Кішкене болсын сіз әрекеттер жасап жатсыз. Солай кішкентай тамшымен мұхит жиналады дейді ғой. Сол сияқты кішкентай тамшы, кішкентай әрекетпен сіз ол үлкен әрекетке жиналады, үлкен мақсатыңызға сосын солай жететін боласыз. Сіз күнделікті жасаған өзіңіздің кішкене әрекеттеріңізге, әдеттеріңізге, сондай кішкене бір жетістіктеріңізге мәз болыңыз, соны мақтан тұтыңыз және тойлаңыз оны. Бақытжа айтатындай, сіз айнаға барып өзіңізге хай-файв деп бес бере аласыз. Яғни солай өзіңіз тойлаңыз сол кішкене жасап жүрген әрекеттеріңізді. Ол кішкене әрекеттер өте маңызды. Және де сіз ғана білесіз, сіз арманыңыздағы өміріңіз қандай екенін, сіздің мақсаттарыңыз қандай екенін, сіз шын жүрегіңізбен, шын ниетіңізбен не қалайтыныңызды тек сіз ғана білесіз. Сондықтан өзіңіз соны анықтап отырып, тыныштықта отырып, мақсаттарыңыздың барлығын жазып, бір уақыт бөліңіз. Күнделікті алып, қаламды алып, сондай брейнсторминг жасаңыз, жақсы ма? Себебі бұл сіз үшін. Ол ешкімге керек емес, ешкімге маңызды емес, ол сіз үшін маңызды. Сіз өміріңізді өзгерткіңіз келе ме? Сіз мақсатыңызға жеткіңіз келе ме? Онда өзіңіз бастаңыз бәрін. Өзіңізді өзіңіз түсініңіз және әрекеттер жасап бастаңыз. Өз-өзіңізге сеніңіз, бәрі сіздің қолыңыздан келеді. Тек тұрақты болу керек және өз-өзіңізге сену керек. Егер артқа қайтатын кездер болса, немесе сүрініп жатсаңыз, тоқтатып жатсаңыз әдеттеріңізді, ешқашан кеш емес, қайта тұрып, сол әдеттерді ары қарай жалғастырып кетуге. Сіз егер солай қайта аяғыңызға тұрып, қайтадан сол жолға түссеңіз, ол сіздің өсіп жатқаныңыздың белгісі. Ол да өте жақсы нәрсе. Сол үшін де өзіңізді мақтана тұтыңыз, өзіңізді жемеңіз. Сіз қайтадан сол жолға қайтып келіңіз және мақсатыңызға қарай ары қарай жүре бересіз. Мен сізге сенемін, сізде бәрі жақсы болады. Сіз мақсаттарыңызға, армандарыңызға жетесіз, иншаллах. Бірге өсеміз және бірге дамимыз. Видеоның соңында өзімнің жақында болған бір қызықты оқиғамен бөлісетін боламын. Мен қызықты болған бір оқиға, осы бір күн бұрын қызымды мектептен алып келгеннен кейін таксимен келдік. Одан кейін таксиден шығып жатып, мен есікті жаптым. Таксидің есігін жапқаннан кейін менің қызым маған қарайды да, "Great job, mommy" дейді бүйтіп. Сол кезде андай еріп кеттім ғой, балқып кеттім. Себебі ол маған андай қолдау көрсетіп тұр да, мені мақтап тұр, сол кішкене есік жапқаным үшін соған "Молодец, мама" деп, "Я тобой горжусь" деп сондай маған қолдау көрсетті. Сонда ол менің есіме түсірді. Сол кішкене қызымның солай маған бит істегені. Себебі ол қызым үшін менің есік жапқаным ол жетістік ол үшін. Ол үшін ол крутой нәрсе көрінеді. Сондықтан біз күнделікті жасап жүрген нәрселеріміз, күнделікті жасап жүрген әрекеттерімізді біз жетістік ретінде қабылдай білу керекпіз. Біз соны тойлай білу керекпіз. Яғни күннің соңында мен бүгін не істедім, мен бүгін қандай жетістіктерге жеттім деп, кішкене жетістік болсын ол.
иә, ол төсектен тұрып күніңді бастау болсын, қандай бір жетістік болсын, соны жазып қойсаңыз, тізімін жазып отырсаңыз болады. Яғни бұл деген өзіңізге сенімділік береді, және сіздің қолыңыздан барлығы келетінін және өзіңіздің қабілетті екеніңізге көзіңіз жетеді. Бүгінгі видеоға осы. Сіздерге бұндағы ақпарат пайдалы болды деп ойлаймын, және өміріңізде бүгіннен бастап қолданып бастайсыз деп ойлаймын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздер үшін мен алғысым шексіз. Келесі видеода кездескенше, бай-бай.